Biz жолға шықтық, жинап алдық. Ал табыңыздар, қайда барамыз біз? Иә, жылы жаққа. Өздерінде алып алдық. Бүгін погода прям күшті болып тұр. Кішкене ерте келдім. Аспай, осылай келе жатырмын. Таза ауа жатып. Менің ең сүйікті атмосферам кітап, мен және кофе. Және осындай тыныштық. Осында клубниканы гүл алдық. Кішкене файлды қуантып қойын. Біраз болды уже гүл қызылды тәтті әпермегеніме. Кішкене қуантып қойып. Түсірмей, қуатып алмай. Жетім. Давай көтерем. Қазір бізде посадка. Одан кейін 2,5-3 сағаттай ұшамыз. Как настроение? Күшті. Мына жақта новый, кстати, аэропорт. Жеке емес, біз әдеттегіде ұшып жүрген. Вот. Күшті екен мына жер. Аэропорт такой новенький. Адам аз. Үлкен. Достар, что шайган. Иисус. Что? Сізге қарамайды дедім. Мынандай өзің қарайсың маған. Достар, біз қонды.
сағаттан артық. 2 рет задержка қылып 3 сағаттан кейін ұштық. И адамдар үшін ол нормально бұл жақта, еще оған ештеңке бермейді. Еще билеттері негізі осы Нью-Йорктан осы штатқа дейін арзан емес. Соның өзінде тамақ бермейді еще. Бұл жақта заң бойынша, егер самолет задержка болса, олар там ақша бермесе, тағы бір нәрсе бермесе, типа, ол нормально. Еще каждый раз істейді ғой задержка? Каждый раз задержка істей береді. Ол үшін билет алған кезде мен уже примерно 1-2 сағатқа тағы задержка жасайды деп ше. Примерно солай планмен шықтым и солай болды. Каждый раз ұшамыз, каждый раз задержка болады. Задержка Бізде Қазақстанда задержка болса, бір компания сразу СМИ-ға салып береді, новости. Задержка болды деп.